Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз сіздермен адамның психологиясы мен денсаулығының тығыз байланысы туралы сөйлесеміз. Бұл екі нәрсе бір-бірімен тығыз байланысты. Біздің ойымыз, сезіміміз және психологиялық күйіміз тікелей физикалық саулығымызға әсер етеді. Ал дененің жағдайы да керісінше психологиялық халге ықпал жасайды. Көп адамдар денсаулықты тек аурудың болмауымен өлшейді. Бірақ шын мәнінде толыққанды денсаулық бұл физикалық, психологиялық және әлеуметтік әл-ауқаттың үйлесімі. Адам өмірінде психология мен денсаулық бір-бірін толықтыратын қос кірі сияқты. Мысалы, созылмалы стресс иммунитетті әлсіретіп, жүрек қан тамырлары ауруларына алып келуі мүмкін. Ұзақ мерзімді депрессия, семіздік, қант диабеті сияқты ауруларды туғызуы ықтимал. Керісінше спорт, дұрыс тамақтану және сапалы ұйқы мидың химиялық тепе-теңдігін сақтап, көңіл күйді жақсартады. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, адамның психологиялық жағдайы мен физикалық саулығы салыстырмалы түрде 70%-ға дейін өзара байланысты. Стресс заманауи адамның ең үлкен жауы. Қысқа мерзімді стресс пайдалы болуы мүмкін. Ол адамды бірден әрекет етуге итермелейді. Бірақ ұзақ мерзімді созылмалы стресс ағзаға зиян келтіреді. Иммундық жүйені әлсіретеді. Жүрекке және қан тамырларына қосымша жүктеме түсіреді. Ұйқының сапасын бұзады. Стрессті азайту үшін психология ғылымы бірнеше тиімді әдістерді ұсынады. Медитация және терең тыныс алу жаттығулары, табиғатқа шығу, таза ауада серуендеу, хоббимен айналысу, шығармашылық белсенділік. Позитивті психология адамның өмірге деген көзқарасын өзгертіп, оны жақсартуға бағытталған ғылым саласы. Ғылыми зерттеулер көрсеткендей, позитивті ойлайтын адамдар көбірек өмір сүреді. Мысалы, Жапонияның Окинава аралының тұрғындары әлемдегі ең ұзақ өмір сүретін адамдардың қатарына жатады. Олардың өмірлік философиясы позитивті ойлау, қоғаммен араласу, табиғатқа жақын болу. Тамақтану тек физикалық денсаулыққа ғана емес, психологиялық күйге де әсер етеді. Омега-3 май қышқылдары мидың жұмысын жақсартып, депрессия қаупін азайтады. Дене шынықтыру психологиялық саулыққа тікелей әсер етеді. Спорт эндорфиндер шығарады. Олар бақыт гормондары деп аталады. Ғылыми деректер көрсеткендей, аптасына 3-4 рет 30-40 минуттық орташа физикалық белсенділік депрессияны 30%-ға азайтады. Сапалы ұйқы психология мен денсаулықтың алтын көпірі болып табылады. Күніне 7-8 сағат ұйқы когнитивті функцияны жақсартады. Ұйқының жетіспеуі стресс гормондарының деңгейін көтереді. Ұйқыны жақсарту әдістері. Тұрақты ұйықтау кестесі. Ұйықтар алдында телефон мен компьютерді қолданбау. Бөлмені қараңғы және салқын ұстау. Мотивация адамның әрекетке итермелейтін ішкі күші. Мотивацияны арттырудың тиімді әдістері. Мақсат қою әдісі. Мақсат нақты, өлшенетін уақытқа байланған болуы керек. Стрессті жеңудің психологиялық әдістері. Медитация және тыныс алу жаттығулары. Ми мен денені тыныштандырады, көңіл күйді жақсартады. Дневник немесе ойлар журналын жүргізу, эмоцияларды сыртқа шығару стрессті жеңілдетеді. Өзін-өзі дамыту, психологиялық денсаулықтың басты құрамдасы. Жаңа дағдыларды үйрену, ми пластикасын сақтап, когнитивті функцияны жақсартады. Кітап оқу, жаңа ақпарат қабылдау, ойлау қабілетін дамытады. Адам әлеуметтік жаратылыс. Әлеуметтік байланыстар психологиялық саулыққа тікелей әсер етеді. Достар мен отбасы эмоционалды қолдау көрсетеді. Қоғаммен байланыс сенімділік сезімін арттырады. Психологиялық саулыққа арналған күнделікті әдеттер. Күн сайын 10-15 минут тыныс алу жаттығуларын жасау. Әр күн сайын өз жетістіктеріңізді жазу. Кем дегенде аптасына 3 рет жеңіл физикалық жаттығу. Дұрыс тамақтану тек физикалық денсаулыққа ғана емес, психологиялық күйге де әсер етеді. Омега-3 май қышқылдары балық, чия тұқымы мидың жұмысын жақсартып, депрессия қаупін азайтады. Эмоцияны басқару психологиялық саулықтың басты кілті. Эмоциялық интеллект өз эмоцияңды тану, басқа адамдардың эмоциясын түсіну және оларды дұрыс басқару қабілеті. Медитация және mindfulness қазіргі сәтке назар аудару, терең тыныс алу, стресс деңгейін төмендету. Мысалы, әр күні 10 минут медитация жасау мидың стресс аймақтарын тыныштандырады. Өмірлік мысалдар. Жапония, Окинава тұрғындары ұзақ өмір сүрудің құпиясы. Позитивті ойлау, табиғатқа жақын болу. Финляндия, адамдар стрессті азайту үшін сауықтыру ормандарында серуендеуге көп уақыт бөледі. Ұзақ өмір сүрудің психологиялық стратегиялары.
Kun sayınғы ризашылық практикасы. Әр күннің соңында 3 нәрсеге ризашылық айту көңіл күйді жақсартады. Өзіне сенімді болу және өзін-өзі қолдау, өзіңізді бағалау стресс пен қорқынышты азайтады. Стресс пен депрессияны жеңу жолдары. Физикалық белсенділік, спорт стресс гормондарын азайтып, эндорфиндерді шығарады. Тыныс алу жаттығулары, 4-7-8 техникасы. 4 секунд дем алу, 7 секунд ұстап тұру, 8 секунд шығару. Кешенді психологиялық жаттығулар. Күніне 5-10 минут медитация жасау, тыныс алуды бақылау, терең дем алып, баяу шығару. Ойларды жазу, дневник жүргізу. Күніңіздің ең басты ойларын, эмоцияларын және жетістіктерін жазу. Күнделікті әдеттер. Таңертеңгі рутина, күнді бастамас бұрын 5-10 минут тыныс алу жаттығулары. Күннің негізгі мақсаттарын жазу, жеңіл физикалық белсенділік. Жүру, созылу, йога. Өмірлік стратегиялар. Мақсатқа бағытталған өмірлік мақсаттарды нақты белгілеу. Позитивті ойлау және эмоционалды баланс күн сайын жағымды оқиғаларға назар аудару. Үздіксіз білім алу, жаңа дағдыларды үйрену, кітап оқу. Психология мен денсаулық бір-бірімен тығыз байланысты. Сіз өз ойыңызды, эмоцияңызды және күнделікті әдеттеріңізді басқарған сайын физикалық денсаулығыңыз жақсарады. Егер осы кеңестерді күнделікті өмірге енгізсеңіз, сіз психологиялық тұрғыдан тұрақты, дені сау және өмірге позитивті көзқарасы бар адам боласыз.